Барлықтарыңызға сәлем, менің сүйікті де құрметті көрермендерім. Бүгін өзіңді жақсы көруге жол атты видео топтамасының 4-ші видеосы шықпақ. Жалпы бүгін эмоцияларымызды толық қабылдау, қалай дұрыс қабылдау, басқа адамдарға қалай дұрыс жеткізу жайлы әңгімелесеміз. Және өзіңді жақсы көрудегі қабылдаудағы эмоцияның алатын орны жайлы әңгімелескім келіп отыр. Жалпы өзіңді қабылдау, өзіңді жақсы көру тек қана мықты, әдемі, бай, көңілді кезде ғана қабылдау емес. Сонымен қоса ызаланған кезде, сүрінген, құлаған, жылаған, көңілсіз, барлық кездерімізде өзімізді толық қабылдағанда ғана ол өзімізді қабылдау, жақсы көру деп аталады. Жалпы эмоцияның өзінің функциясы бар. Жалпы Аллах Тағала эмоцияны бекерден бекер жаратқан жоқ қой. Аллах Тағала бізге эмоцияны бекерден берген жоқ. Оның өзінің функциясы бар. Яғни адам ызаланған кезде бір нәрсе оған көрсетіп тұр. Бір нәрсе маған ұнамайды деген ол көрсеткіштік қызмет атқарады. Екінші, адаммен коммуникация құруға бізге осы эмоциялар көмектеседі. Екінші адамға сезімдерімізді айту арқылы біз оларға көрсетеміз. Мына нәрсе ұнайды, мына нәрсе ұнамайды. Сол кезде ол адам бізді жақсы таниды. Сол кезде ғана бізде нағыз қарым-қатынас орнайды. Сонымен қоса, мысалы, адам ызаланған кезде, егерде ол эмоция шықпаса, ол түрлі ауруларға алып келеді. Және оның қызметі адамның ішіндегі агрессияны азайту. Қазіргі кезде көп психологтар, жалпы ютубта, барлық жерде марафондар қаптап кетті. Сен эффективті болу керексің, сен әрқашан мықты болу керексің, сен онымен ұрсыспау керексің, сен көңілді жүру керексің, жылама, мұнайма, алға, тек қана алға, мықты болу керексің деген түрлі марафондар қаптап кетті. Алайда, жарайды, әрқашан мұнайып жүрге болмайды әрине, күліп жүрген ол әрине жақсы. Дегенмен, бір ситуация болды делік. Сіздің өміріңізде бір сізге ұнамайтын ситуация болды делік. Сіз жүрегіңізді ауыртатын ситуация, жүрегіңіз, жаныңыз жылап жатыр. Сіз содан кейін ана психологты көріп алдыңыз, жыламау керек, алға, давай деп, жас ол жылау тек қана осал адамдардікі деп естіп алдыңыз да, жаңағы эмоцияңызға мән бермейсіз. Сіз жыламайсыз, барлығын ішінде сақтайсыз, мықты болу керексіз, адамдарға күліп жүру керексіз. Осылай сіз не істедіңіз? Сіз өзіңіздің эмоцияңызға мән бермедіңіз. Бірақ та ары қарай бұлай өмір сүру қиын болады. Адам тек қана сол ситуациядан кейін, бір қиын ситуациядан кейін, сол сезімдерді өзінен өткізіп барып, сол мысалы бір апта, екі апта мысалы жылап, өткізіп барып, содан кейін ғана оған жақсы эмоция келеді, позитив келеді. Әйтпесе ол ішіндегі сол негативпен жүрсе, психологтар естіп алды, ой, күшті болу керек, андай болу керек деп естіп алады, көрсетпеу керек. Бірақ ішінде анау эмоция тұрады. Бұл оған экологиялық емес, ол оның ағзасына зиян алып келеді. Бұл да өзімізді қабылдамаудың бір түрі. Біз эмоциямызды қабылдамасақ, яғни өзімізді де қабылдамадық деген сөз. Міне осыдан адам өзінің эмоциясын сезіне алмағандықтан, өзінің эмоцияларын түсінбегендіктен ол түрлі неврозға алып келеді. Ол паникалық шабуылға алып келеді. Әрине, онда біздің кінәміз жоқ, бізді солай үйреткен. Жалпы қазақ қоғамында қой, жылама, ұят болады. Өзінің агрессияңды көрсетпе, ұят болады. Біздің сезімдерді басып тастаған. Жалпы қарым-қатынаста сезім ол табу. Көп жағдайда. Өйткені бізді мынандай стереотиптер
алдыға жылжытады, иә, андай ұят болады, қой, ондайды қой деген стереотиптер алдыға жылжытады. Бірақ та ол біздің организмімізге экологиялық емес зиянын алып келеді, аурулардың барлығы сол негативті эмоциялардың шықпауынан. Олар шыққайда кетпейді ғой, барлығы сол негатив энергия болып біздің денеміздің мүшелеріне бүйтіп жиналып қалады. Сол үшін эмоцияны шығару маңызды. Мысалға алатын болсақ, сіздің жақын адамыңыз, сіздің жолдасыңыз делік, сізге ұнамайтын ауыр сөз айтты. Ол сөз сізді қатты ренжітті. Әрине, албаты ренжуге де болмайды, албаты ренжігенде ол дұрыс емес. Дегенмен шынымен сізге тиіп кететіндей сөз айтты. Мысалы, сіздің ата-анаңыз жайлы, мысалы, сізге ұнамайтын жалпы. Бірақ сіз арамыз суып кетпесін, қарым-қатынасымызға кері әсерін тигізеді деп, сіз ол жайлы, ол сізді сол сөзімен ренжіткені жайлы оған айтпадыңыз. Сіз эмоцияңызды жасырып қалдыңыз. Бірақ келесі күні соған қарамастан, өзіңіздің сезімдеріңізге қарамастан, сол адаммен сөйлесіп кеттіңіз. Бірақ дегенмен сөйлессеңіз де, ішіңізде бір нәрсе сезімдер бұрынғы сияқты аша алмай тұрсыз, бұрынғы сияқты көңіліңіз тартпай тұр. Бірақ сіз өзіңізге қарсы бардыңыз. Сіз бұл жерде өзіңізге қандай қарым-қатынас жасадыңыз? Сіз өзіңіздің сезімдеріңізге түкірдіңіз. Сіз өзіңіздің сезімдеріңізді ысырып тастадыңыз. Өзіңізді екінші орынға қойдыңыз, мән бермедіңіз өзіңізге. Сонда сіз өзіңізге мән бермесеңіз, өзіңізді елемесеңіз, өзіңіздің сезімдеріңізді елемесеңіз, кім сізді елейді? Кім сізді бірінші орынға қояды? Кімге сіз маңызды боласыз? Өзіңізге өзіңіз маңызды болмасаңыз. Сол үшін эмоцияны қабылдау да өзіңді қабылдауға жатады. Оны қабылдап, басқаларға жеткізу маңызды. Сөйтіп қарым-қатынас түзеледі. Дұрыс қарым-қатынас осылай түзеледі. Дегенмен, мен агрессия, оған реніш сезім тұрын деп, оған агрессияңызды барлығын айтасап, айғалап, қажеті жоқ. Ол керісінше, ол адамды шошытады және араларыңызда қарым-қатынасты одан әрі суытады. Оның процесі былай. Мысалы, сіз бірінші ол адам сізге ауыр сөз айтты делік. Мысалы, ата-анаңыз жайлы намысыңызға тиетін бір ұнамайтын сөз айтты сізге. Сіз ең бірінші, әрине, осы уақыт бойы эмоцияларыңызбен жұмыс істей алмай келсеңіз, эмоцияларыңызды түсінбей келсеңіз, бірден эмоциямен жұмыс істеп кету, дұрыс білдіру ол қиындау болады. Дегенмен ақырындап үйрену керек. Сіздерге осы процесті көрсеткім келіп тұр. Мысалы делік, сол адам сізді ренжітті. Содан кейін өзіңіздің сезіміңізге мән беріңіз. Мен дәл қазір не сезініп тұрмын? Реніш эмоциясы ма? Атаңыз, атау беріңіз. Реніш, агрессия, ыза, мен осыны сезініп тұрмын деп өзіңізге бірінші мойындаңыз. Эмоцияны мойындаңыз. Екіншіден, сол эмоцияны, мысалы, ол 10 балдық шкаламен 10 балл болып тұр, агрессияны сол адамға. Ақырындап бәсендетіңіз, 5 балға деген бәсендетіңіз. Содан кейін оны сөзге трансформациялаңыз, сөзге ауыстырыңыз. Мысалы, жаным, сіздің күйеуіңіз делік. Сен маған сол сөзді айтқанында, ол мені қатты ренжітті, маған бұл ұнамады деп сезіміңізді айтасыз бірінші. Екінші, өзіңіздің қалауыңызды. Келесі жолы осылай айтпауыңды сұраймын деп айтсаңыз, біріншіден сіз өзіңізді ысырмадыңыз, эмоцияңызды жасырмадыңыз. Екіншіден, ол адамға критика айтпадыңыз, критика, агрессия көрсетпедіңіз, сіз жай ғана өзіңіздің сезіміңізді айттыңыз. Сонда адам конфликттемеу үшін, өзіңіздің сезіміңізді айтсаңыз,
оны сынның критиканың астына алмай, мысалы, сенің кінәң, неге бүйтіп айта бересің, маған ылғи да сөйтесің, не, ылғи да сенің кінәң деп, оның істеген іс-әрекетін емес, өзіңіздің сезінген сезімдеріңізді айтсаңыз, оны критикадан аулақ боласыз. Екіншіден, сезімдеріңізбен бөліссеңіз, ол адам сізді түсінеді. 80-90% ол адам түсінеді сізді. Бүгін сіздермен эмоцияны шығарудың, эмоцияны бөлісудің маңыздылығы жайлы айттық. Ол біздің самооценкамызға қалай әсер ететінін, біздің организмімізге, ағзамызға қалай әсер ететінін, және де дұрыс осы эмоцияларымызды екінші адамға эффективті білдірудің жолдарын қарастырдық. Бүгінге осы. Қандай да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен жауап беруге тырысамын. Міндетті түрде каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Себебі сізді әлі де қызықты, пайдалы видеолар күтіп тұр. Өзіңіздің сезімдеріңізді ысырмаңыз, өзіңізді ұмытпаңыз, және сезімдеріңізді толық қабылдаңыз. Себебі сіз өзіңіздегі ең қымбат адамсыз. Сіз қайталанбас адамсыз. Қош сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.